Бүгін мен сіздерге өте қиын әрі қызықты логикалық сұрақтар беремін. Ал видео басталмай тұрып арнаға жазылып кетейік. Жазылсаңыздар, бастайық. Осы суретте бірнеше О әрпі бар. Соларды тауып көріңіздер. Уақыт кетті. Егер сіздер мұқият болсаңыздар, 3 О әрпін табатын едіңіздер. Үшеуін де тапсаңыздар, лайк басыңыздар. Сізді біреулер тонап, бөлмеге қамап кетті. Олар сізге шелек пен бургер ғана қалдырды. Сізді ұрлаған адамдар қазір ұйықтап жатыр. Соған байланысты сізде қашуға мүмкіндік бар. Алдыңызда 4 есік бар. Есіктің бәрі бостандыққа апарады. Бірінші есікте өрт болып жатыр. Екінші есікте жабайы тайпа бар. Олар танымайтын адамдардың бәріне шабуыл жасайды. Үшінші есікте сізді жабайы аю күтіп тұр. Төртінші есікте қарнаш қалтырауындар жүзіп жүр. Бостандыққа шығу үшін қай есікті таңдау керек? Бірінші бургерді алып, қолтырауынға лақтыру керек. Олар бургерға таласып жатқанда шелекті сумен толтырып, бірінші есіктегі өртті сөндіру керек. Содан кейін спокойно шыға беруге болады. Сіз үстел теннис ойнап жатқанда доп трубаның ішіне кіріп кетті. Оны шығару үшін сізде ракетка, жіп және бір бутылка су бар. Допты қалай шығарасыздар? Негізі бұл сұрақ өте оңай. Сіздерге ракетка мен жіп керек емес. Бар болғаны суды трубаның ішіне құю керек. Сол кезде доп өзі жүзіп шығады. Жұмыртқаны қабықшасының екінші бөлігін табыңыздар. Жауап нұсқалар астында бейнеленген. Осы дұрыс жауабы. Әйел өз төсегінде бірнеше сағат бойы ұйықтай алмай жатты. Содан кейін ол телефонды алып біреуге звондады. Бірақ телефонға ештеңе демеді. Осыдан кейін әйел тәтті ұйқыға кетті. Сұрақ: әйел кімге звондады? Әйел жай ғана көршісіне хабарласты. Себебі ол өте қатты қорылдап жатты. Көршісі телефонды естіп оянып кетті. Сол кезде әйел ұйқыға кетті. Алдарыңызда сіріңкеден жасалған мүсін тұр. Сіздер оны қарама-қарсы аудару керексіздер. Бірақ сіздер 3-ақ сіріңкені ауыстыра аласыздар. Қай сіріңкені және қалай ауыстыру керек? Сіздерге осы 3 сіріңкені осы жерлерге ауыстыру керек. Сол кезде мүсін қарама-қарсы қарайды. Ал бұл суретте қайсысы ақымақ? Жауабын комментарийға жазыңыздар. Кім ең көп лайк жинайды, соның жауабы дұрыс болады. Міне, видео соңына да жетті. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.